Сіз осы картинаны көп көргенсіз. Кітапларда, интернетте. Бұл бір қарағанда адамды өзіне тартатұғын Мона Лиза. Кіші өлшемдегі сурет бүткіл дүнияны таңғалдырып, 500 жылдан аслам уақыт давамында сырларын сақлап келмекте. Ал бұны сызған белгілі художник Леонардо да Винчи. Оның атын бүткіл дүнияға танытқан картинада әйне ұсы. Айрымлар суреттегі көріністі Флоренциялы саудагердің хаялы Лиза Герардини дейді. Басқалар болса да Винчидің хаял көрінісі, ямаса оның анасы деп ойлайды. Леонардо да Винчи негізінен кім еді? Ол художник па, ямаса ойлап табушы? Мүмкін оның біз білмеген басқа да талантлары бар шығар. Бүгінгі видеомызда біз оның өмірі, дөретушілігі һәм Мона Лиза картинасы қалайынша дүнияға белгілі болғанлығы хақында сөз етеміз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Леонардо да Винчи дегенде көз алдымызға бірінші кезекте художник келеді. Бірақ бұл инсанның ойлап табушы, архитектор, математик, жазушы, ілімпаз сияқты бір қатар қабілетлері бар. Ол бұл тарауларда да жетіскерлікке ерсе алған. Да Винчи 1452 жылы 15 апрельде қазіргі Италия аймағында Флоренция жанындағы Винчи қалашасы Анкионо ауылында туылған. Оның толық аты Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи. Бұл ат итальян тілінен алынған болып, Винчи қаласынан мырза Пьероның баласы Леонардо деген мәністі аңлатады. Яғни да Винчи оның фамилиясы емес, ал оның келіп шығу орнын білдіреді. Оның әкесі Петро да Винчи, нотариус, бай һәм Флоренция жәмиетіндегі атақлы адам болған. Анасы болса ауыл хаялы Катерина еді. Леонардо дүнияға келгенде оның анасы 16 жаста еді. Бірақ сол дәуірде бұндай ерте перзент көру қағиданы бұзу есапланбаған. Солай етіп ол әкесінің үйінде тәрбияланған. Себебі оның ата-анасы бірге жасамаған. Деректерде ол некесіз туылған перзент деп келтіріледі. Да Винчи 14 жасқа толғанында әкесі оны атақлы мүсінші һәм художник Андреа дель Вероккионың ұстаханасына алып барады. Ол ұстаханада суретшілік, мүсіншілік, техника һәм механика сияқты бірнеше тарауларды үйренген. Сондай-ақ ұстазы Верокконың дөретпелеріне де жәрдем берген. Ал ұстазы болса Леонардоның қабілетінің рауажлануына үлес қосқан. Сондай-ақ Леонардо өз ұстазынан да жоғары дәрежеге көтерілген һәм бұл ұстазының дөретушілігіне үлкен тәсір көрсеткенлігі хақында айтылады. Мысалы, Вероккио ұстаханасының басқа жәрдемшілері қатарында жас художник Леонардо да Винчи де болып, ол Иса Масихтың суға шомылуы атлы алтар суреті үстінде істеуде қатынасқан. Италиялы художник һәм көркемөнертанушы Джорджио Вазари бұл шығармада Винчиге шептегі періште фигурасын һәм бір бөлегі пейзажды сызу жұмысы жүктелгенін айтып өтеді. Леонардо 1472 жылы, яғни 20 жасына шыққанда Флоренцияның художниклер гильдиясына қабыл етілген. Бірақ ол ұстазының ұстаханасында және 5 жыл істеген һәм 1481 жылға шейін Флоренцияда өз бетінше жұмыс алып барған. Леонардо да Винчиның дәслепкі шығармалары Хабарнама, Бенуя Мадоннасы, Гүл тұтқан Мадонна. Бұл шығармалар Леонардоның жаслық жылдарындағы, яғни дөретушілігінің дәслепкі басқышына байланысты ең ахметлі һәм белгілі шығармалары есапланады. Олардың әр бірі ояну дәуірі көркем өнерінің рауажлануына үлкен тәсір көрсеткен. Қаһарманымыз 1482 жылы Миланға көшіп өтіп, ол жерде герцог Ладовика Сфорзаның сарайына барады. Королық сарайында ол байрам шөлкелместірушісі һәм бояушысы сипатында қызмет етеді. Сондай-ақ турнирлер үшін костюм эскизлерін сызады. Заманластарының анықламалары һәм Леонардо да Винчиның сызылмаларына бола, ол Жәннет һәм Данайя сияқты спектакльлердің декорацияларын істеп шыққан. Оның архитектуралық һәм инженерлік идеялары сызылмаларында сәулеленген. Милан соборының ортасындағы мұнараның фонарының, Виджевано қаласының идеал құрылысының жойбары, соның ішінде жер асты канализация системасы һәм басқалар.
Бұл жойбарлар оның алдыңғы техникалық һәм архитектуралық көзқарасларын көрсетеді һәм көптеген жаңалықтарды өз ішіне алады. Леонардо орайлық гүмбезлі имараттардың жаңа сәйкес формаларын жаратқан. Қала құрылысында болса көп қабатлы көшелер, суды тазалау үшін канализация системалары һәм ашық қала концепциясын алға сүрген. Бұл дәуірде Леонардо да Винчи өзінің ең белгілі шығармаларының бірі Санта Мария дель Грация монастырының ауқатлану залындағы монументал дивал суреті соңғы кешкі ауқатты жаратты. Ол фреска көрінісінде сызылған болып, онда персонаждардың жүз көріністерін пұхта ойлап іздеп шыққан. Нәтижеде бүткіл сахнада театр драматизмін жаратқан. Бұл сахна математикалық есептелінген перспектива кеңістігіне жайластырылған болып, оның орайлық нұқаты монастыр ауқатлану залының хақиқи кеңістігінің орайлық нұқаты менен сәйкес келеді. Бұндан сыртқары Леонардо да Винчи Верокко ұстаханасы дәуірінде мүсіншілікті де үйренген, яғни ұстазының басқа шәкірттері сияқты бюстер һәм терракото рельефлерін жаратқан. Бірақ та анық түрде Леонардо да Винчиге тиесілі болған мүсіндер сақланып қалмаған. Дұрыс, ол мүсіншілікпенен шұғылданып қалған, бірақ та қазіргі күнге шейін оның істеген мүсіндері табылмаған. Бірақ та ол 1480 жылдардың ақырларынан бастап Милан қаласында үлкен мүсіншілік жойбары үстінде істегені айтылады. Яғни ол бронзадан жасалған үлкен ат хайкелі. Бұл хайкел Сфорза династиясының тикарын салушысы Франциско Сфорзаға бағышланған еді. Леонардо бұл жойбар үстінде шамамен 12 жыл істеді. 1492 жылы жойбардың лайдан істелген мүсін моделі кең жәрмеңкелікке көрсетілді. Естелікті құю үшін шамамен 70-90 тонна бронза керек болған. Бірақ бронзаны жинау процесі тоқтатылған һәм естелік құйылмаған. 1499 жылда Милан французлар тарапынан басып алынған һәм лайдан істелген модель француз әскерлері тарапынан оқ ату мақсатында нышанға айландырылған. Нәтижеде хайкел вайран болған. Сол жылы Леонардо да Винчи Милан қаласын таслап, қысқа уақыт Мантуя һәм Венецияда болып, 1500 жыл апрель айында Флоренцияға қайтқан. Ал 1502 жылдан бастап болса Чезаре Борджия қызметінде архитектор һәм инженер сипатында істеген. Сол дәуірде ол орайлық Италия қалаларын саяхат етіп, Италия картасы, Ареццо һәм Киана ойпатлығының құс паруазынан көрінісі сияқты географиялық карталар жаратқан. Ол Чезаре Борджия үшін әскери құрылмалар, қорғанлар һәм су системаларын жойбарлауда жәрдем берген. Сондай-ақ сол дәуірдің саяси, әскери жағдайларын үйреніп, өзінің техникалық һәм іліми білімдерін әмелиятқа енгізген. Бұл мағлұматлар Леонардо да Винчи тек қана художник емес, ал алдыңғы архитектор һәм инженер сипатында да қызмет еткендігін көрсетеді. 1503 жылдан 1506 жылға шейін Леонардо да Винчи өзінің ең атақлы шығармасы Франческо дель Джакондо хаялы Лиза Герардини портреті, яғни Мона Лизаны жаратты. Леонардо бұл портрет үстінде көп жылдар davomida істеген, хәтта оны Италиядан Францияға алып кеткен һәм оны айрықша мехір менен сыза бастаған. Леонардо да Винчи Мона Лиза шығармасы арқылы инсан табиғатының құрамалылығы һәм сырлы гөзаллығын көрсетпекші болған. Суреттегі хаялдың көрінісі анық емес. Біреулер оны қуанышлы, ал басқалар болса арқайын, ал оннан басқалар болса сырлы көріністі деп тәріплейді. 1503-1506 жыллары Леонардо да Винчи Флоренцияда болып, бұл дәуір оның дөретушілігінде ахметлі басқыш есептелінген. Ол әйне осы жыллары Англиядағы Сауаш фрескасының эскизлері үстінде істеді. Бұл жойбар Флоренция Палаззо Веккиодағы мәслихат залының дивалын безеу үшін бөлшерленген болып, Леонардо бұл үлкен тарихи Сауаш сахнасын жаратуда 3 жыл davomida минет еткен. Бірақ фреска толық тамамланбаған һәм тек эскизлері һәм нұсқалары ғана сақланып қалған. 1508 жылдан 1513 жылға шейін Леонардо да Винчи Милан қаласына қайтып, Франция патшасы Людовик 12 қызметінде істей бастады. Милан сол уақытта французлар тарапынан иелеп алынған болып, Леонардо қаланы басқарып тұрған француз губернаторы Чарль Дамбуаз тарапынан шақыртылған еді. Бұл дәуірде Леонардо көбірек архитектор, дизайнер һәм инженер сипатында жұмыс алып барды. Суретшіліктен гөрі кеңірек көлемдегі жойбарлар менен шұғылданды. Ол театр тамашаларының безеулерін жаратты. Архитектуралық жойбарлар үстінде істеді. Бағлар, сарайлар һәм мүсіншілік дөретпелерін жойбарлады. Атап айтқанда, Марсел Жан Жакомо Тривулсияға
ат хайкелінің жойбарын жаратқан, бірақ бұл хайкел толық әмелге асырылмаған. Сондай-ақ 1513 жылы Леонардо да Винчи Римге, Ватикан қаласына көшіп өтіп, Папа Людовик X'ның сарайында 1516 жылға шейін қызмет еткен. Ол Бельведере сарайында Ватикан диуалары ішінде жасап, өзінің шәкіртлері Салай һәм Мелзи менен бірге болғанлығы айтылады. Бұл дәуірде ол архитектура, гидравлика һәм айналар динамикасы тарауларында зерттеулер алып барған. Мәселен, Медичи империясының байлығы тек арнан бояу санатына байланысты болғанлығы себепле Леонардо бояу істеп шығаруды тездестіру үшін құяш рефлекторын жаратуға харекет еткен. Сондай-ақ ол өзінің ақырғы ірі суреті болған Мұқаддес Яхуя шығармасын жаратқан. Бұл сурет анатомиялық жақтан кейде надұрыс деп сынға алынуына қарамастан, оның көркем һәм іліми ой пікірлерінің сирек ұшырасатұғын үлеслігін көрсетеді. Леонардо да Винчи 1506 жылы француз королі Франсуа бірдің ұсынысы менен Италиядан Францияға көшіп өткен һәм сол жерде жасаған. Ол жерде ол корольден корольдіктегі бірінші художник, архитектор, инженер статусын алған һәм жылына 1002 кию мұғдарында сыйлық алған. Кию не дейтұғын болсаңыз, орта әсірлерде Францияда қолданылған алтын ямаса күміс теңгелердің бірлігі. Бұл атақ Леонардо үшін Италияда алдын болмаған хүрметлі статус еді. Да Винчи инсан денесінің түзілісін терең үйренген һәм емлеуханада анатомиялық зерттеулер өткергені хақындағы мағлұматлар анық һәм сенімлі есептелінеді. Ол 1489 жылдан бастап адам денесінің әр түрлі бөлімдерін толық сызып, олардың анатомиялық түзілісін үйренуге үлкен ітібар берген. Бұдан тысқары бұлшық етлер, сүйектер, органлар, бас һәм омыртқа системасын анық һәм іліми тикарда суреттеген. Бұдан тысқары ол музыкант һәм шайыр сипатында да белсенді болғанлығы айтылады. Ол лирада братио сияқты музыкалық аспаптарды шерткен, қосықлар оқыған һәм қосық айтқан. Леонардо өз дәуірінде музыкалық импровизация һәм атқару шеберлігі менен белгілі болған. Оның күнделік жазуларында музыкаға байланысты көптеген ізденулер, музыкалық аспаптардың сызылмалары һәм акустикалық зерттеулер бар. Сондай-ақ ол темірге еслеу беруші құрылма, жер қазушы машина, су асты кемелері, ұшушы құрылмалар сияқты алдыңғы ойлап табуларды да жаратқаны айтылады. Ол самал күші һәм кеме тезлігін өлшеу аспаптарын да ойлап тапқан. Да Винчи өмірі дауымында өз кітапханасын қалыптастырған. Оның кітаплар тізімі 116 атамадан барады. Бұл кітапхана философия, геометрия, ілім, астрономия, космография, медицина сияқты көптеген тарауларды қамтып алған. Леонардо да Винчидің қолжазба мирасы шамамен 70 мың бетке жақын болып, бұл оның суреті һәм графикалық дөреттілерінен әдеуір үлкен көлемді құрайды. Ол өлімінен кейін ітімал оның жақын шәкірті Франциско Мелзи тарапынан бірлестіріліп, суретлеу хақында трактат атыменен басып шығарылған. Бұл трактатта көркем өнердің түрлі тәреплері, соның ішінде суретлеу, мүсіншілік, музыка һәм поэзия менен сапластыру, перспектива, жақтылық, сая һәм реңлер, инсан һәм табиғат суреті, сондай художникті оқыту сияқты темалар толық сәулелендірілген. Мелзи Леонардо да Винчидің мыңлап белгілерін тәртіпке салып, оларды темалар бойынша бөліп жинаған һәм сол тикарда осы трактат қалыптасқан. Леонардо да Винчи өмірінің ақырында Францияда жасаған. Ол жерде өзінің іліми һәм көркем өнер жұмыстары менен шұғылданған. Һәм 1519 жылы 2 майда Клу корольдік сарайында 67 жасында қайтыс болған. Бірақ та біз білген Мона Лиза картинасы ол қайтыс болғаннан кейін атақлы болды. Ал енді бұл картина қалайынша дүнияға белгілі болғанлығы хақында сөз етсек. Ол сол дәуірде соншелі дәрежеде жақсы сызылған сурет болғаны үшін белгілі болған ба? Яқ, бұған негізі картина музейден ұрлануы себеп болған. Мона Лиза картинасы 1797 жылы Париждегі Лувр музейінде тұрақлы түрде көрсетіле бастаған. Шығарма тәсіліп Франция королі Людовик 14 тарапынан Версаль сарайына алып кетілген. Кейін ала француз революциясы дәуірінде Луврға көшірілген. Бірақ оның ұрлануы болса төмендегіше болған. 1911 жыл 21 август дүйшембі Лувр музейінде ешкім жоқ. Саат болса азанғы 7:30. Ақ халаттағы еркек кішкене бөлмеден анықырағы шкафтан шығады. Себебі ол музейге екшембі күні апайы тамашагөй сыпатында кіріп,
жасырынып алған еді. Ол үлкен квадрат залға кіріп, бір аял портретіне жақындасады. Оның қорғау айнасын алады да картинаны рамкасынан шығарып, оны ақ тауарға орап шығу жолдарының біріне жол алады. Солай етіп апайы музей қызметкері сияқты шығып кетеді. Қарауыл оннан гуманланбайды, себебі ол музей қызметкерлері киетін ақ формада еді. Бұнан шамаменен 1 сағат өткеннен кейін музей қожалық басылығы Мисель Пике жанынан өтіп бара тұрып, дивалда Мона Лизаның жоқ екенлігін көреді. Әдетте музейде картиналарды суретке алу үшін көбінесе музей фотографлары алып кетеді еді. Бұл қожалық басылығының ойына келген бірінші нәрсе. Ал ертеңнен музейге келгендер болса, бұл бос орынды көріп, неге жоқ деп сұрай бастайды. Қараулар фотографтың алдына барады. Ол картинаға кимегенін айтады. Ереде қорқыныш жоқ. Егер картина фотографларда болмаса, демек оны тазалауға алып кеткен. Бұл да себеп болмағаны анықланғаннан кейін қорғаушылар басшылыққа хабар береді. Сол уақытта hamma нәрсе анық болады. Мона Лиза ұрланған. Картинаны ұрлаушының бақтына ол онша үлкен һәм ауыр емес еді. Ұзындығы шамамен 77 сантиметр һәм салмағы болса 8 килограмм. Ұрлықтан 1 суткадан сәл көбірек уақыт өткеннен кейін Париж полициясы іздеуді бастайды. Һәм картинаның жоғалғаны хақында мыңлаған көше қағазларын басып шығарады. Айне сол уақытта Мона Лизаның хақиқи атақлылығы басыланады. Har birinde Mona Lisa'ның суреті. Барлық Европа мемлекеттері һәм көплеген жаһан газета журналлары бұл хақында басып шығарады. Барлығында Джаконданың, яғни Мона Лизаның суреті менен. Леонардо картинасын ешқашан көрмеген һәм хәтте естпеген миллионлап адамлар енді Мона Лиза кім екенін һәм оның қандай көрінетұғынын анық біліп алды. Парижде һәм бүткіл Францияда кең көлемлі арнаулы операция өткерілді. Полицияшылар автомобильдерді, пойыз һәм кетіп бара тұрған кемелерді тексеріп көреді. Көшелерде қолында бір нәрсе алып бара тұрған һәр бір адамды да тексереді. Гуманланушылар арасында жас художник Пабло Пикассо да бар. Оннан алдын Луврдан ұрланған бірнеше кіші мүсіндер табылған. Процесте полиция Пикассо оларды өзінің досты шайыр Аполлинерден сатып алғанын анықлайды. Ол болса өз кезегінде дөртпелерді музейден ұрлаған. Нәтижеде полицияшылар екеуінің де Джаконданың ұрлануына қатынасы жоқ екенлігін анықлайды. Бұнан тысқары басқа да гуманланушылар да болады. Нәтижеде ізденулер менен хәптелер өтеді. Бірақ та Лувр және келушілер үшін ашылады. Адамлар енді басқа картиналарды көру үшін емес, ал бос қалған орынды көру үшін келеді. Сол уақыттағы мағлұматтарға қарағанда келушілер саны хәтте ұрлықтан бұрынғыдан да көбірек болған. 1 жыл өткеннен кейін Лувр басшылары Мона Лизаны табудан үмітін үзеді һәм оның орнына басқа картинаны ілдіреді. Тағы 1 жыл өтеді. Мона Лизаны Аргентинада, Америкада һәм Англияда көргендері хақында хабарлар пайда болады. Бірақ декабрьда бұл уақыт дауамында ол Париждегі кішкене бір бөлмеден шықпаған еді. Картина ұрланғанынан 2 жылдан көбірек уақыт өткеннен кейін флоренциялы арт-дилер Альфредо Джерри сырлы хат алады. Хатта болса өзін Леонард деп таныстырған адам Мона Лиза онда екенлігін айтады. Сондай-ақ хатта Леонард өзін италиялы хақиқи ватан сүйуші һәм бұл картинаны өзінің ватанына қайтармақшы болғанлығын түсіндіреді. Себебі бұл картина, яғни Мона Лиза Наполеон дәуірінде Италиядан алып шығып кетілген деп түсіндіреді. Негізінде болса картина Францияға Леонардо да Винчи менен бірге Наполеон туылуынан бірнеше әсір алдын келген. Бірақ бұл ұрыны тынышландырған жоқ. Альфредо Джерри һәм бейтаныс адам Францияда ұшырасуға келісіп алады. Леонардо Парижден келеді һәм мейманханаға орналасады. Тап сол жерде ұшырасу болып өтеді. Ұрыдан басқа бөлмеде және 2 адам бар. Арт-дилер Джерри һәм Уффици галереясының директоры Поши. Жасырын астары бар сандықтан бейтаныс адам да Винчидің картинасын шығарады. Оның жолдастары бұл ықтимал Луврдағы хақиқи картина екенін тез түсінеді. Себебі оның артқы тарапында музей штамплары көрініп тұр еді. Олар еркекке ол сұраған сумманы төлеуге келісім береді. Бірақ тек қана Уффици музейінде қосымша экспертизадан соң. Айтпақшы, Леонард отансүйушілік сезімдеріне қарамастан сахауатлы сыйлық дерлік $100,000 талап еткен. Сол дәуірлер үшін бұл пұл мағдары жүда үлкен. Ұшырасудан соң дәрхал Джерри һәм Поши
табылған картина хақындағы мағлұматты хакимиятқа хабарлайды. Ұры қамаққа алынады. Ол 32 жастағы Винченцо Перужа болып шығады. Ол негізінен художник болуды қалеген һәм Парижге келіп, апайы жұмысшы болып істей бастаған. Перужа Луврда Мона Лиза үшін шеше қорғаушы құтысын орнатқанlardan бірі еді. Һәм бұл ұрлықтан 1 жыл бұрын болған. Суд мәжілістерінде Перужа тек жалғыз өзі әрекет еткенін, оны күшлі ватанды сүйушілік сезімі итермелегенін айтып өтеді. Яғни ол картинаны өз ватаны Италияға қайтармақшы болған. Луврдың сол залында басқа италиялы ұсталардың көптеген дөретпелері бар еді. Бірақ Мона Лиза өзінің кіші өлшемдері себеплі ұрлық құрбаны болған. Бірақ соған қарамастан оған 7 айлық қамақ жазасы үкім етіледі. Бірақ суд жұмағына шекем, ол қамақта бұнан көбірек уақыт өткергені себеплі оны босатып жібереді. Қызығы сонда ол бір қанша уақыттан соң және Францияға көшіп өтеді һәм өмірінің қалған бөлігін сол жерде өткереді. Мона Лиза 2 жылдан артық уақыттан соң Луврдағы өз орнына қайтады. Енді ол жаһан көлеміндегі белгілі шахс атанды. Джакондо қайтып келгеннен кейін бірнеше күн ішінде Луврға дерлік 100 000 адам келеді. Әлбетте бұл тек нұсқа, ал хақиқи картина табылмаған деген гәп сөздер де тарқала бастайды. Бұған жауап ретінде Джакондода 100% дәлелдер бар еді. Қартаю процесінде бояуда майда жарықлар пайда болады. Олардың формасы бармақ іздері сияқты сирек ұшырасады. Леонардо да Винчидің кист әрекетін такрарлау мүмкін, бірақ жарықларды такрарлап болмайды. Экспертлерге табылған картинаны бар фотосуретлер менен салыстырудың өзі ақ оның хақиқатлығына сенім пайда ету үшін жетерлі болады. Ұрлықтан көп жылдар өткеннен кейін бір америкалық журналист Вальфрено ісімлі мырза менен ұшырасуы хақында айтып берді. Ол Мона Лизаның ұрлануының хақиқи бұйыртпашысы дәл өзі екенлігін айтқан. Оның айтуынша Винченцо Пержуа орынлаушылардан тек біреу болған. Ал бұл дүрдананың ұрлануы үлкен реженің кіші бір бөлегі еді дейді. Вальферно ұзақ уақыт давамында көркем шығармаларды қалбекілестіру һәм оларды сату менен шұғылданған. Бір күні оның ойына бір реже келеді. Яғни Луврдан ұрланған қымбат бақалы бұйымларды Америкада сатып алатұғын қаридарлар бар екенлігіне сенетұғын еді. 1911 жылда Джакондо ұрланғанынан сәл алдын Вальферно картинаның көплеген нұсқаларын шығарады һәм оларды штатларға жібереді. Башханада ешқандай сұрау туылмады. Да Винчидің текарғы шығармасы еле де Луврда ілдіріліп қойылған. Сондықтан бұл тек қана нұсқалар екенлігі анық еді. Вальфрено осылайынша онлаған қалбекі нұсқаларды сатып үлкен пұл іздеген. Әжайып планды Винченцо Пержуа бұзды. Ол өз үлесі менен қанатланбай түп нұсқаны сатуға қарар етті. Кейін не болғанын болса, сіз әлі қашан білесіз. Заманауи көркем өнердің ең белгілі шығармасының ұрлануы жүдә апуай түрде жүз берді. Бірақ ақыбетлерін ешкім алдын ала болжай алмас еді. Леонардо да Винчиге шекем көплеген талантлы ұлы художниклер болған. Ван Эйк, Вероккио, Беллини, бұлардың хамесі атақлы. Олар адамларды шеберлікпенен сызып бере алған. Бірақ олардың суретлерінде қаһарманлар барқұлла қатып қалған һәм жансыз көрінеді. Да Винчи бұл машқаланы шешті. Ол сфумато техникасын ойлап тапты. Ал 2025 жылғы мағлұматларға қарағанда Лувр музейіне әр күні 30 000 адам Мона Лизаны көру үшін, анығырағы көру, суретке түсу, ямаса селфи түсу үшін. Леонардо да Винчи өмірі давамында шамаменен 20-ға жақын сурет сызған деп айтылады. Бірақ та олардан тек қана 15-і сақланып қалған деп есапланады. Ал басқалары болса жойтылған, ямаса толық сызылмаған. Құласы сондай кәплер. Бүгінгі видеомыз арқалы дүнияға белгілі болған Мона Лиза картинасы һәм Леонардо да Винчидің кім болғанлығы хақында біраз болса да мағлұматларға ие болдыңыз деп ойлаймын. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео даярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.